сәлеметсіздер ме? Сіздермен дәрігер Гүлнұр. Сізді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Ағзамызға токсиндер мен шлактар және зиянды заттар қайдан келеді? Біріншіден олар сырттан келуі мүмкін. Экзогендік токсиндер тамақпен, сумен, тыныс алу процесінде, тері арқылы және тағы басқа. Екінші, химиялық қосылыстар болуы мүмкін. Өйткені экологияның қазіргі жағдайы туралы бәріміз білеміз. Сонымен қатар өсімдік немесе жануар улары да бар. Антибиотиктер сияқты әртүрлі дәрі-дәрмектерді ұзақ уақыт қолданған кезде дененің тосқауыл функциясы әлсірейді. Бұл организмде токсиндердің, аллергендердің, бактериялардың жиналуына әкелуі мүмкін. Екіншіден, бұл метаболизм процесінде организмде пайда болатын эндогендік токсиндер деп аталады. Метаболизмнің өзінде ақау болуы немесе ағзадан токсиндерді шығару процестерінің бұзылуы. Мысалы, бауыр ауруларында ағзада аммиак, билирубин, фенолдар, ал қант диабетінде кетон денелері жиналады. Сонымен, үйде ағзаны қолжетімді құралдармен тазарту қажет пе? Сарапшылар бұл процедураның айқын пайдасы бар екенін атап өтті. Аллергиялық реакциялар әлсірейді, ағзаның шығару жүйесіне жүктеме азаяды. Осылайша ішек флорасының теңгерімсіздігін жоюға және регенерация процестерін ынталандыруға болады. Детоксикацияның зияны бар ма? Детокс организмді шлактардан, токсиндерден, тұрып қалған тамақ қалдықтарынан жуып тазалау процедурасы. Энтеросорбенттерді қабылдау арқылы детокстың пайдасы айқын көрінеді. Дегенмен, бәрі оңай емес. Ұзақ немесе дұрыс жүргізілмеген детоксикация ағзаға теріс әсер етуі мүмкін. Мысалы, токсиндермен бірге сорбенттерді, дәрумендерді, микроэлементтерді және суды жояды. Нәтижесінде олардың тепе-теңдігі бұзылады. Сол сияқты электролит тепе-теңдігі де, ішек моторикасы да бұзылуы мүмкін. Үйде ағзаны тазартудың басқа мүмкін жолдары бар. Мысалы, диета, клизма және тағы басқа. Егер дұрыс қолданылмаса, ағзада тепе-теңдік бұзу арқылы зиян келтіреді. Сондықтан детоксты бастамас бұрын дәрігермен кеңесіп, ағзаға барлық мүмкін болатын жағымсыз салдарды талқылау қажет. Достар, қазақша каналға қолдау білдіріп, лайк басып, комментарий қалдырып, маған подписка жасауларыңызды сұраймын. Бірінші әдіс, азық-түлікпен ағзаны қалай тазартуға болады? Көптеген адамдар үшін үйдегі детокс бағдарламасы тамақтануды қайта қараудан басталады. Тек ашықпаңыз, немесе ақуыз, шырын сияқты сәнді диеталар ұстанбаңыз. Диетаның тепе-теңдігіне назар аударған дұрыс. Ағзадан токсиндерді кетіру процестерін жақсарту үшін асқазан ішек жолдарының белсенділігін ынталандыратын тағамдарды таңдаңыз. Оларға құрамында органикалық қышқылдар бар тағамдар, қышқыл сүт, қара нан, жаңа сығылған жеміс шырындары, құрамында көмір қышқыл газы бар тағамдар, мысалы минералды сулар, өсімдік жасушаларының қабықтары бар тағамдар, көкөністер, жарма, сұлы, қарақұмық сияқты, өсімдік майлары, жаңғақтар, авокадо, майлылау ет, кебек, қантты балмен алмастырған дұрыс. Сонымен қатар ол ішектің жұмысын ынталандырады, бірақ шай, кофе, какао, анар, құрма, көкжидек, қатты ұсақталған тағамдарды тұтынудан бас тартқан дұрыс. Бұл өнімдердің барлығы ішектің эвакуациялық қызметін тежейді. Өсімдік талшығын жеген кезде сіз әдеттегіден көп су ішу керек екенін ұмытпаңыз. 25 грамм талшыққа шамамен 2 литр су қажет, сонда ғана оның әсері байқалады. Екінші әдіс, детокс токсиндерден құтылу үшін денемен жұмыс. Бүгінгі таңда көптеген спа салондар ішінде массаж, сауна және моншасы бар және токсиндерден тазарту қызметін де ұсынады. Сіздің назарыңызды көптеген зиянсыз болып көрінетін процедураларды дәрігермен кеңескеннен кейін ғана жасауға болатындығын аударамыз. Мысалы, монша мен сауна жүрек қан тамырлары проблемалар бар адамдарға көрсетілмейді. Денені тазартатын процедура ретінде спа салондары жиі ұсынатын лимфодренаждық массажын веноздық жеткіліксіздігі бар адамдарға жасауға болмайды. Ағзаны токсиндерден тез тазарту үшін жасалатын тағы бір процедура бұл клизма. Үйде қарапайым ережелерді сақтаңыз. Суық, бірақ салқын емес, қайнаған суды қолданыңыз. Қабынуға қарсы әсері бар түймедақ шөптерін суға қоссаңыз болады. Тіндерге зақым келтірмеу үшін клизманың ұшын креммен немесе вазелинмен майлаңыз. Бірінші тазалау үшін 1,5-2 литр су қажет. Оны іште мүмкіндігінше 5-7 минуттай ұстау керек. Егер ішекті қайта босату қажет болса, онда екінші процедураны бірден емес, біріншісінен кейін шамамен 40-45 минуттан кейін орындау керек. Ең бастысы,
тазарту клизмаларымен айналыспаңыз. Егер сіз оларды оқусыз және бақылаусыз жасасаңыз, онда олар керісінше әсер етуі мүмкін. Үшінші әдіс – денені тазартуға арналған халық рецепттері. Бүйректің, бауырдың, өт жолдарының жұмысын жақсарту үшін шөптерді, инфузияларды, қайнатпаларды қолдану үйдегі детокстың танымал әдісі. Алайда фитопрепараттарды қолдану әрдайым қауіпсіз бола бермейді. Ең алдымен аллергиялық реакциялар тұрғысынан бақылау қажет. Сондықтан дәрігермен кеңесу керек. Ал біз шөп препараттарының ағзаға қандай әсер етуі мүмкін екендігін нақтылаймыз. Өт айдағыш әсер бақбақтың тамыры мен жапырақтарында, қара зере жемістерінде, мың жапырақ гүлдері мен шөптерінде, цикорий тамырында, шырын және сүйіл шөптердің шырынында бар. Диуретикалық, яғни зәр айдағыш қасиеті бар дәрілік өсімдіктер арша жемісі, аюжидек, аюқұлақ, қырық буын танапы, ит бүлдірген, қой бүлдірген, қайын бұтағында. Ішекті тазалау үшін 1 стакан салқын суды ыдысқа құясыз. Оған 1 шай қасық зығыр дәнін салып, отқа қойыңыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып сүзесіз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар алдында ішіңіз. Зығыр сүтінің де ішекті тазалайтын қасиеті бар. Ол үшін зығыр ұны мен суды араластырасыз. Бетін жауып, 1 түнге қалдырыңыз. Таңертең аш қарынға ішіңіз. Бауырды тазалау үшін бұл ем тюбаж деп аталады. Бауырды шлактан, улы заттан тазалау үшін ала тікен қажет. Ол үшін 1 шай қасық шөпті 1 стакан суға араластырып, отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді 1 ас қасықтан қабылдау керек. Қанды тазалау үшін қанды тазалау барысында жүрек пен қан тамырлардың жұмысын жақсартасыз. Ал қанды шлактан тазалау үшін қалақай, крапива шөбінің көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 1 шай қасық балғын немесе кептірілген жапырақты 1 стакан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Тура 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып, 2-ге бөліп ішіңіз. Емді тамақтанудан алдын қабылдау керек. Қанды толық тазалау үшін емді 30 күн бойы үзбеуге тырысыңыз. Және айтып өтетін жағдай, бұл тазалық жұмыстарын жүкті, емізулі әйелдерге және кішкентай балаларға жүргізуге болмайды. Үй жағдайында емдеуді жасамас бұрын өз дәрігеріңізбен кеңесуді ұмытпаңыз. Бүгінгі видеомыз осымен аяқталды. Сіздерге пайдалы болдым деген ойдамын. Сіздермен болған дәрігер Гүлнұр. Сау болыңыздар.